Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Оқы және жең онлайн подкастының кезекті қонағы Қостанай гуманитарлық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәні оқытушысы магистр Нұржан Гүлжанат Түйебайқызы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мынау оқы және жең онлайн байқауының үшінші кезеңінің өтіп жатқанын білесіз. Үшінші кезеңіне аяқ бастық. Енді осы байқау туралы сіздің бір пікіріңізді білгіміз келеді, әрине. Бұл байқаудың бізге қандай, оқырмандарға қандай пайдасы бар, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме, рахмет. Бұл байқаудың негізі мен өте қуана қоштаймын, негізі қолдаймын. Себебі қазір енді ғылым мен техниканың дамып жатқан заманы ғой. Бәрі де ұялы телефонға үңілген заман болып жатыр дейді. Бірақ дегенмен де қандай не болса да бұл кітап оқудың несі қазіргі тілмен айтқанда трендтен қалмайды. Өте күшті, керемет байқау. Өйткені біз осы жолы мен енді гуманитарлық колледжде сабақ беремін, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерін дайындап жатырмыз. Оларға әрине бізге енді басты құралы бізге тіл ғой. Сол тілді жетілдіруге, ойын, пікірін дамытуға өте күшті. Біз бірінші курстың бастап төртінші курс сол білім алушылар, студенттер дейміз ғой, қазір білім алушы дейміз. Солар барлығымыз қатысып жатырмыз, оқытушылар да барлығы. Жақсы нәтиже. Ертең біздің колледжде мысалы сол әрбір топта 25-30-дан студенттер бар. Солар өздері сол кітаптың мазмұнын, идеясын біліп, тілдік қорлары дамиды. Ары қарай оны өздерінің оқушыларына да жеткізеді. Міне осылай ары қарай кеңейе береді деп айтқым келеді. Жақсы бастама. Жақсы, сіздердің осы білім алушыларыңыздың қатысқандары бар ма осы бірінші кезең, екінші кезеңдеріне болсын? Менің немен басқа топтарда, басқа мамандық бойынша қатысып, сол екінші турға дейін өткен білім алушылар бар. Бірақ осы биыл үшінші кезеңде өзіміз неге бастық отырмыз, соңына шейін бірге барамыз деп. Әдемі бастама деп ойлаймын. Осындай тек қана оқы жең емес, тағы да бағдарламалар, тағы да бастамалар, проектілер, жобалар көп болу керек деп ойлаймын. Өйткені тек қана студенттерге, оқушыларға емес, жай қоғамдағы басқа адамдарда кітап оқуын мен кеңес бередім. Қосымша тағы былай айтатын болсам, мынау неде Жапон елінде жай қарапайым адамдар жылына 120 кітап оқиды екен. Жылына 120 кітап, ал осындай ғылым саласында, білім саласында жұмыс істейтіндер ол 250-300-ге жылына оқиды екен. Міне оларда сондай қалыпты дәстүр. Сол нені бізге де сол енгізу керек деп ойлаймын. Кітап оқыған адамның ол ілім ғылымы, сөздік қорынан бөлек, оның ойлауы, шешім қабылдауы күшті болады басқа адамдарға. Оларға анандай қазіргі енді телефонда 30 секундтық, 15-60 секундтық әрекет сондай нелер бар ғой енді, видеолар. Солардан емес, оларға сол қызықсыз болады. Сол уақытқа кітап оқығанды ары қарай әдетке айналдырса өте жақсы. Яғни бұл бастама өте жақсы, ары қарай жалғасын тапса дейсіз ғой, да? Ары қарай тағы да осыған ұқсас, осы кітап оқуға қатысты жобалар жиілеп ұйымдастырылып тұрса дегім келеді ғой. Ал сіздің өзіңіздің осы кітап оқуға деген көзқарасыңыз, қай жасыңыздан бастап оқыдыңыз? Қандай бір қызықты шығармаларыңыз, бір естен кетпейтін, осы өзіңізге жаңа өмірлік тәжірибе ретінде мен сол кітапты оқығанда осындай жерлері осылай болып еді, мен соны ұстанып жүрмін деген сияқты бір қызықты бір нелеріңізді айтып кетсеңіз? Енді біздің балалық кезімізде енді анау менің мультфильмдердің өзі бар ғой, санаулы болушы еді ғой, уақытымен, андай телевизордың өзі қара, черно-белый емес, Алматы, Москва деген не как канал болды ғой, оның өзі мультфильмдер көп бола бермейді, уақытымен болады. Сол сияқты біздің көңіл көтеретініміз дейміз ба, енді андай ойнаймыз ғой, енді ойыннан бөлек бір-бірімізден әңгімеміз осы кітап төңірегінде кішкентай кезімде. Ең алғаш рет енді есімде жоқ, мектеп қабырғасында бастауыш сыныпта бір екінші сынып шығар, сол Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінен Таза бұлақ деген бір ұзын кітап. Жинағы бар ғой. Иә, әлі күнге дейін бар. Соның ішіндегі қысқа әңгімелер.
әдепті бала, асыл шөп деген қысқалар бар ғой. Соның ішіндегі оның ай жағындағы идеясын дұрыс білмейміз ғой, енді келіп жатыр ғой. Соларды мысалы неге екеу бір анау асыл шөп деген айтамын ғой, Бәтима мен Зылиха екеу бірдей көтеріп келе жатыр, неге біреуіне ауыр болады, неге біреуіне жеңіл болады. Екеуі бірдей мысалы 10 килограмм деген соны жәшікті көтеріп келе жатыр. Сондағы айтайын деп жатқаны онда сабырлық. Қашан жетеміз демей ақ, үндемей келсең уже жетіп қаласың. Сөйлеп оны тоқтап еткенше уақыт кетеді деген сияқты ғой. Сондай ненен анау салақтыққа, әдептілікке, үлкенді сыйлауға деген қысқа әңгімелері бар ғой. Солардан қызығып, мен сол бастауыш сыныптан бастап оқып, ары қарай үлкен шығармаларды оқыдық. Бізде ауылдағы, білмеймін, неге біздің мектептің ішіндегі емес, ауылда неде болды, совхоздың дейміз ғой, кітапханасында сонда келіп айтады, бізде осындай кітап оқысаңдар болады жазғы демалыс кезінде деп. Сол кезінде барып оқитынбыз. Сондағы балалық шаққа саяхат, жаңа менің атым Қожа оқитын кітабымыз. Сосын кімнің анау білмеймін, сол кезде неге оқығанымды білмеймін, Сәкен Сейфуллин Тар жол тайғақ кешу 5-6 сыныпта оқыдым. Ең жаңа қызық деп жатсыз ғой, маған қызық болды 6 сыныптағы. Еще тығып оқыған Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдар. Ананы көрпенің астына тығылып, сондай бір қызықты не болды, анау Меңтай сияқты бір түрлі анау киімінің сия төгіліп кеткен кезіндегі ол басқа түске киінетін, мен соны көрдім. Ақ нем бар еді ғой, бір кимейтін. Сол сиямен көрсе, шынымен де сондай басқа түске енем екен деген сияқты, сондай балалық немен ары қарай деп. Және де ол кезде бізде кітапханашы апай сол кітаптың мазмұнын сұрайтын еді ғой. Ондай сол кісі сұрағанда үндемей қалмайын деген сияқты мынандай алып кетеміз да, солай оқып, сосын андай неге мектепке барған кезінде сол кітап туралы айтып, сондай қызықты, біздің сондай бір көңіл көтеретін, кім қанша кітап оқыды, қандай ішінде не тапты деген сияқты, сондай қызығушылықпен мен оқыдым деп айтамын. Оның рахатын қазір көріп жатырмын. Қазір енді сол кітаптар қайтадан трендке еніп жатыр ғой. Негізі кітаптың жалпы, тағы да айтарым, ойлау қабілетті күшті дамытады ғой. Кез келген жағдайда, ол мысалы мен мұғалім болып отқан кезде сол тақырыптарды білуге емес, мысалы мен неге мынандай әшекей бұйымдарды жасаумен айналысамын өзім. Бұрынғы енді сол әшекей жасаудың өзі сол кітаптардың ішіндегі мысалы кімнің шұғаның белгісіндегі шұғаның, сосын ақ білектің, солардың мен не только олардың киім киісі бәрін көз алдына елестетесің ғой, солардың нелерімен әшекейлер анау бір қос етек көйлек деп солай келеді ғой. Солардың бәрін соны келтіріп, менің әшекейлерім бір-біріне ұқсамайды. Соны ойлайтын, сол фантазия қайдан келіп жатыр, сол менікі шығар деймін. Кітаптардың беріп жатқан сол андай креатив дейміз ба, солай деп айтуға болады деп. Шашқа таққан шаштеңгелері. Соларын сылдырлап, олар анау ақсүйек ойнауға шығады ғой. Сол кезінде анау біліп қалмасын деп олар бір-бірінен қашып солай жүреді ғой. Сол кезде шаштеңгенің сылдыры естілмесін деп олар тіке жүреді. Тіке жүргендегі анау тіке жүргендері соның барлығын кәдімгі елестететінді. Солда ұзын кию деген сонда киімдерінің барлығы сол кітаптардан, кейіпкерлерінен алдым десем болады. Негізі өмірде көп пайдасы асады негізі кітап оқығанның. Тағы да бір статистика бойынша былай дейді, егер жылына 100 кітап оқыған адам бір жылда 100 кітап оқыса, сол 80 жасқа келгенде миы 30 жастағы қыз жігіттің памятінде болады екен, несі, есте сақтау қабілеті. Кітап оқудың пайдасы. Менің әкем сондай 85 жаста қазір, кәдімгідей кез келген батаны қарап жаттап алады да, бір батаны айта бермейді, әртүрлі. Не деген память дейміз ғой, біз мынаны қашан көріп едік деп кейбір адамдарды есімізге түсіре алмай жатамыз ғой. Сол есте сақтау қабілетті не істейтін, дамытады деген мен сол өмірден солай көріп жүрмін. Осының бәрі кітаптың пайдасы, оқығанның пайдасы дейсіз ғой. Енді мынау қазіргі өскелең ұрпақты біз енді осы оқуға тартып жатырмыз ғой. Осы өскелең ұрпақ бірден енді Махаббат қызық мол жылдан оқып кеткен дұрыс емес деп ойлаймын. Қандай кітаптарды ұсынар едіңіз, мысалы біздің мысалы 10 жасар балалардан бастап? Олар қандай кітаптан бастап оқыған дұрыс? Мен егер де 10 жастағы балалар қазір енді 5-ші сынып қой, 5-6 сыныптағыларға ең бірінші сол жаңағы өзім оқыған ненің Ыбырай Алтынсариннің Таза бұлағындағы әңгімелерді, соны ұсынар едім. Әдемі.
сонда олар жаңағы ата ананы сыйлауы, мысалы мынау неге аяғын сындырып алса да үндемей отырып анау дәрігерге дейін барып сонда сенің аяғың мынандай қан ағып ауырып жатыр, сен қалай үндемей тұрсың деп ана дәрігер сұрағанда айтады ғой, анасы шығып кеткеннен кейін сұраса, қазір мен жылағанымды анам естісе оның одан сайын жүрегі ауырады, сондықтан мен жылап тұрмын деп. Міне сондайлардың барлығы өмірінде сондай ситуация болса, сондай жағдайлар болса, сондай шыдамдылық танытар еді. Қазіргілер енді ештеңеге шыдамайды ғой. Сосын тағы да мынау білмеймін, қазір мен жасөспірімдердің арасында енді жүремін ғой, солар мынандай күйзеліске түскіш, депрессия дейміз ғой, содан арылтуға мынау кітап өте күшті. Соны айтамын ғой, 5-ші класс қана емес, жарайды ересек болса да, ең бірінші мен кітап оқимын деп кәдімгідей бас тігетін болса, осы Ыбырай Алтынсариннің өзі үлкен кіші болса да бәріне келе береді. Соны оқыса, сосын жаңа балалық шаққа саяхат, Бейімбет Майлиннің нелер әдемі күшті. Мысалы, Даудың басы Дайрабайдың көк сиырының өзі қайда тұрады, күлкілі, кішкене әдемі. Өзінен анау көлемдерін айтамын ғой, шағын-шағынмен ары қарай ұластыруға болады. Сол сияқты, егер тарихи әркім қазір біздің қазаққа тән қасиет деп ойлаймын, әркімнің руында қандай батырлар шықты, тарихын білгісі келеді дегендей. Соған мен осы көшпенділерді ұсынар едім. Көшпенділерді, Мұхтар Мағауиннің Аласапыранын, Әбіш Кекілбаевтың Үркерін, солай ақырындап, оның бәрі енді бірден өйтіп кірісіп кетпейді. Өзіне егер бас тігіп мен өзім кітап оқуға өзім бет бұрдым дейтін болса, күніне 2 беттен, келесі күні 3 беттен, белгілі бір уақытта, таңертең 7-де немесе кешкі 8-де уже будильник қойып, мен кітап оқимын. Басында есіне ұйқысы келеді, ол енді не ғой, енді бұрын оқып көрмеген, содан кейін бейімделіп кетеді. Негізі сол кітапты жаңа басын оқығанда қызықсыз болып келеді де, ары қарай олар қызық жеріне түсіп кеткенше кішкене еңбектену керек қой, негізі кітап оқығанда, мен солай ойлаймын. Оралхан Бөкейдің әңгімелерін оқыса да әдемі, неге бірден бастап кеткенге, жаңағы айтып жатырмын ғой, Оралхан Бөкейден бастағанда дұрыс, Бейімбет Майлиннен де. Сосын мынау біздің әйел теңсіздігіне байланысты, қыздарға айтар едім ғой, теңсіздігіне байланысты жаңағы Ақбілек, Бақытсыз Жамал, жаңағы Шұғаның белгісі, солардан бастап оқыса, олардың бәрісін жаңағы салт дәстүр, өзін ұстау, үлкенді сыйлау, үлкеннің сөзінен аттап кетпеуі, соның енді ол жердегі заман солай болды ғой, бірақ өзінің сипатын айтып отырмын ғой, жаңағы мінездерін, сондай сол шығармаларды оқыса деп едім. Жаңашылдыққа бет бұрған, мысалы, Ақбілектің енді бірінші жаңа ана қыздар сияқты енді құсадан қайтыс болған жоқ, әйтеуір жаңа өзінің басына көндігіп, жаңа өмірге бет бұрды. Қандай жағдай болса да, соны көнді деп енді Ақбілекті оқыса, өзі ананың несі бар ғой, қазір менің ойымша, мысалы, неде жаңа TikTok-тан қарап жатқанда бірдеңелер негатив, бірін-бірін шаштасып жатқан қыздар, сондайлар болып қалады ғой, енді кейде болмаса. Соны оқыса, сондайлар болмас па еді деп ойлаймын ғой. Қыздар қыздарға жаны ашитындай, сондай ақыл кеңес беретіндей, біреу жылап жатса, соны жұбататындай сөздің бәрі, жаңа психологиялық тұрғыдан бар осы кітаптан алуға болады. Көркем әдебиеттен соның ішінде. Біздің жастар осы жаңағы сіз айтқандай Ақбілек болмасын, Бақытсыз Жамал болсын, оқымайтын секілді деп ойлаймын енді. Оқиды. Қазір енді осы кітап оқу, осы неге шақырып жатырмыз ғой, бірақ көбісі не сұрақ қойғанда осы нелерді, шығармаларды білмейді көбісі. Қазіргілер енді шетелдің жаңағы мынау психологиясын көп оқып кетті жастар. Ол да керек, енді жеке даму деген керек, ол жеке. Мысалы, енді біз оны кітап оқудың бұрын жаңағы тарихты білуге, көркем әдебиетті бұрынғы қандай тақырыпта жазды дегенден білу керек үшін оқыдық қой. Енді қазіргіне, егер кітап оқысаң, сенің миың дамиды, миың дамысаң, сенің ақшаң көбейеді деп солай үйретіп жатыр ғой. Енді бет бұрыс содан басталып тұр ау деймін. Сол біздің осы шығармалардың ішінде де қалай ойлайсыз, психологияға жақын адамды бір сондай бір жұбататын нелер болады шығар, шығармалар ішінде? Шығармалардың ішінде енді жеке психология оқып кетеді ғой, сол біздің жаңа шығармамызды оқыса да соның да ішінде бар шығар деймін да. Мен айтамын, бәрі де қарап қандай кітап оқыватсың, кәне кім деп мен жастардың арасында кейде сұрақ қоямын ғой, енді жастар болғанда студенттер ғой, енді қандай кітап оқиды, бәрі де сол жеке даму, енді психология өзіңізді түсініп отырсыз ғой, енді соған жарайды, әдемі, ол жеке, бірақ бұрынғы нені білу керек. Енді ол заман емес қой дегенмен де, олардың басқан несін сол заманда өмір сүріп, олардың психология, мысалы жай қарапайым көп сөз созбай, мен айтайын, менің атым Қожадағын айтамын.
қожаны айтамын. Қожа негізі жақсы оқиды ғой, ол жақсы оқиды, бірақ сол қожа сияқты алдарында да бар деймін ғой, сол ішінде бар, бірақ бүйтіп кетіп қалатын жолдастарым бар ғой деп. Иә, анадай ол неге үйтіп бұла қарай кетіп жүр, өйткені оның ана мамасын қызғанып тұр ғой, сосын солай кішкене көңілін басқа жаққа бұрғысы келіпті. Ал өзін тәрбиелеу, айнаға отырып, сен бұдан кейін осылай жасамайсың деп. Қазір де солай жаса деп отыр ғой, олар жеке жаңағы психологтардың нелерін айтып жатыр. Негізі тәртіпті бала ғой өзі. Иә. Оны қарап отырып бірәлгі біз бұзақы, сотқар ретінде қараймыз, ал шын негізі қарасаң, ол сотқар бала да емес, бұзық та бала емес, нағыз тәртіпті. Бірақ жаңа сіз айтқандай кетіп қалады кейде арасында. Иә, сол кезінде енді еліктеушілік болады, кеттік клубқа барайық деген сияқты. Енді біздің немізде енді жастардың арасында болғасын, кейде маған да қызық болады, солар осы балаларға не қызық екен деп. Сендерде не қызықтырады дегенде ақша дейді ғой. Сосын енді мұғалім боласыңдар сендер, ақша болады ол. Егер сендер өздерінің жеке ойларың болса, жеке өздерің кітап шығарып осында қазіргі жастарға не керек, сол бойынша енді ол үшін ақыл керек, ол үшін кеңес керек, ол үшін бізге ми керек. Миды жаттықтыру керек. Сол кезде ғана жақсы не болады ол. Бұрынғы мысалы мен туралы мына кісілерден сұраса, бұл кісілер мені танымайды ғой, енді осыдан кейін тануы мүмкін мені. Сол сияқты оқымаған кітапты олар қалай айтады енді. Сол сияқты біз түрлендіріп қазақ тілі мен әдебиетінің мамандарын біз оқытып жатқанда қазақ тілі әдебиетінде шамалы ғана болады да, мысалы ақын жазушылар, сатесін сынесін, олар мектептен біліп келді ғой. Біз көбінесе соны қалай оқытамыз, соған бөлінеді. Сол кезінде мысалы Абай бар ғой, енді Абай Құнанбаевты бәрі біледі, қара сөзінің, оны қара сөзін өзі түсіну үшін де кәдімгідей ми керек оған. Қайта оқып, мына жерін өзінің психологиялық ойы ғой, нағыз басқа шетелдің психологтарын емес, Абайдың 45 қара сөзін алды, қайта оқыр, соның өзі тұлғаның дамуына керек нәрсе. Соны кейде мен мынандай қызық бар, өзі ой қайдан келеді, жаңа айтып жатырмын ғой, өзі сол кітаптардан шығар. Мысалы, деп айтамын, Абай Құнанбаев, егер Абай Құнанбаев мұғалім болса, жаңағы Рахман аға емес, ана қожаға не деп ақыл айтар еді деген. Ал былай айтуға болады, мысалы қожа қандай дегенде, қожа ақылды, ол сотқар болып кете береді, сондай бұзақы деп жаңа біз сияқты айтады. Ал бірақ төтеннен мынандай сұрақ қойған кезінде ол ойланып қалады. Мысалы Ыбырай Алтынсарин не деп айтар еді оған деген сияқты. Сондай төтеннен сұрақ қойып, оларды қызықтырып, сосын бәрін мына кітап туралы қызық. Сонда білім алушыларға осындай сұрақ қойғанда, жаңа сабақтың жақсы өтуіне де әсер етеді, олар өз ойларын меніңше еркін айтады деп ойлаймын. Соған өте күшті бұл. Сосын бізде қазір жастардың арасында енді үлкендерде де кейде кездесіп қалады ғой. Аң мен аңды ажырата алмайтын, енді кішкене сауатсыз жазатындар. Соны айтамын, сендер мұғалімдер сауатты жазу керек. Оларды кәдімгідей кішкентай дәптер бар ғой, кішкентай соны алып почерктерін үйретемін, кәдімгі өзім жеке алып, қосымша енді, иә. Кәдімгі сонда жазғанда мен туралы, өз туралы ақпарат, неге мен нені қызық, мен нені жақсы көремін деген сияқты. Екеуміз ғана құпия бұл әңгімелер. Сен бірақ бұны әдемі жазумен жазып кел деген сияқты. Сосын оған жаңағындай кітаптарды беріп отырамын. Сен Ыбырай Алтынсариннің несін, Таза бұлақ деген, өзі Таза бұлақ деген әңгімесі бар, екі жолаушы келе жатады деген сияқты. Соны оқыда не түсіндің ба, екі сөйлеммен жазып кел деп, жаңағы өзі кәдімгідей бар ғой, дос сияқты, бұл жерде мұғалім емеспіз деп. Соны сөйтіп жүрген жаңа жазуы күшті болады балалардың. Мен былтырдан биыл қыркүйектен бастап бір екі баланың сондай неден өткізіп жатырмын. Жазуымен жаңағы 5 шығарманы оқу арқылы ол сауатты жазып жатыр. Міне сондай да. Соның бәрін енді біз бір сарынмен сабақтың ұйымдастырып амандасу керек. Сәлеметсіз бе, отырыңыздар, үй тапсырмасы, жаңа сабақ анау-мынау емес. Кейде сондай балаларға да сондай бір креатив керек. Креатив қайдан келеді? Ол ойлау жүйесі тез жұмыс істеу керек. Солай болғанда сондай кейде болады ғой, енді соңғы сабақтарды біз 7:30-ға шейін оқимыз ғой, шашаңқы дегендей. Сондай кезінде осы оқыған кітаптардың пайдасы керек. Соны кім оқыды деген кезде, или алдын ала айтамыз, келесі айда осы кітап туралы әңгіме айтамыз дегендей. Осы мен бар айтамын, негізі күшті. Негізі денемізді жаттықтыру үшін біз неге барамыз ғой, спорт залдарына барамыз. Сол сияқты мидың жаттығу, мидың фитнесі ол кітап. Ол кітап неше жыл болса да, ол модадан қалмайды деп айтқым келеді. Гүлжанат ханым, осындай тамаша сұхбатыңыз үшін сізге көп рахмет. Жұмыста табысты болыңыз, еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет.